Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Міне статусыма қарасаңыздар, 1000-нан астам адам қарайды, күнделікті сообщение жазып жатқан адамдар бар. Енді ол былай ғой, простатит болсын, я болмаса басқа да емдер болсын, ер кісілер, әйел кісілер келіп жатады. Оның ішінде 150-200 адам менен ем алып жатады. Оның кем дегенде 20 шақтысы именно бала көтерту мәселесіне қатысты сұрап жатады. Бала көтеру мәселесіне келген кезде в основном ер кісілер келеді ғой, енді әйелдер ер кісілерге беріп жатады. Мына алтын қоңыздан 43 береміз. Бұл ер адамға бір кісіге норма болып есептелінеді. Енді бұл алтын қоңызды енді ер кісілерде простатит жағдай болуы мүмкін, одан қала берді инфекция дейді. Ол енді инфекция трипак болсын, басқасы болсын, ұстап қалды деп келеді. Енді ол шын керек ер жігіттер біледі, ол темадан хабардар. Былайша айтқанда, ер кісілердің проценті азоспермия жағдайында 0%-ке түсіп кетеді. Ол жағдайда бала көтеру мүмкіншілігі өте төмен, я болмаса стандарт бойынша бүкіл әлемдік 55%, ол 55%-дан төмен болса, бала көтеру мүмкіншілігі азаяды. Енді былайша айтқанда ортаның сапасына қатысты әңгіме ғой. Одан бөлек мына кейде әйелдеріне де қосылып 23 беріледі. Себебі әйел кісілерде де инфекция болуы мүмкін, ер адамнан жұғуы мүмкін, я болмаса әйелінен ерге жұғуы мүмкін. Разница жоқ, бұл инфекцияны емдету керек дер кезінде, я болмаса ол арғарай қиындық туғызады. Я болмаса әйелдерде трубкадан мәселе болады, воспаление деген сияқты. Соның өзі кәдімгідей мынау жатырға қатысты болсын, былайша айтқанда қиындық туғызады осы бала көтеру мәселесінде. Сол себепті кей жағдайда 60 штук беріледі осы бала көтеру мәселесіне қатысты. Егер де сіздерде де бала көтеру мәселесіне қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, маған WhatsApp-қа жазыңыздар, және де келесі отзывты тыңдасаңыздар көздеріңіз жетеді. Причина келіншегім көтермей жүр ғой, 7 жыл болды уже. Бір жағынан атеиз бітіріп қою, слабость деген сияқты. Сол мана Рафқат дегеннен естіп едім. Содан жақсы болдым дейді. Келіншегім көтеріп кішкентайлы болдым деп осыны айтқаннан кейін хабарласып отыр едім ғой. Спасибо, ішіп көрейін деп.